Қайырлы күн, қыз келіншектер, осындай нан палау жасадым. Өте керемет дәмді болып шығады. Дәмі осындай керемет тіл үйретін тағамды ұсынамын. Видеоны соңына шейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап кетіңіздер. Өте дәмді, өте керемет дәмі тіл үйретін тағамын ұсынамын. Табамызға керегінше сұйық май құямыз. Етіміз салып, бірінші қуырамыз. Қуырдақ сияқты қуырып аламыз жақсылап. Осылайынан жазып қоямыз. Осы етіміз қуырып болғанша нанымызды илейміз. Еттің қамырын илеп, ұнымызға бір шәйнек қасық тұз саламыз. Одан осылайынан жақсылап араластырып аламыз да 2 жұмыртқа жарамыз. Сұйық май қоямыз, 3 столовая ложка. Сұйық майды осындай еттің нанына осындай кеспеге көбірек қосып илегенде нан бір-біріне жабыса қоймайды, жақсы иленеді. Салқындау суға илейміз қазір. Осылайынан илеп аламыз. Оңаша міне. Жан-жағынан нанын түсіріп аламыз да. Осылайынан басып илейміз жақсылап тұрып. Осы тағамды жасап көрсеңіздер болады, өте дәмді. Мен осындай қолдың қамырын кеспей кесіп жайдым. Егерде асығып тез істейміз десеңіздер, роллтон дейтін лапшасы болады, әр дүкенде болады. Соны алып пісірсеңіз де болады. Ол да өте дәмді болып шығады. Осылай кеспе сияқты етілген кеспе түрін аласыздар. Қанды міне осылайынан басып қолымыздағы нан түсіріп аламыз да. Міне осылайынан астына онда кішкене жабып жүріп, осылайынан тындырамыз 5 минутқа. Оған шейін мына жақтағы пісіп жатқан тамақты араластырып, мына жартылай кесілген пиязымызды қосамыз. Кішірек 2 пиязын еттім. Егерде үйде адам кісі басы көп болатын болса, онда 1 килограмм ет, 3-4 бас пияз, 4-5 штук болса да болады. Пияз жемі көбірек көп болатын болса, тамақтың дәмі соншалықты дәмді болады. Мына чайник ложкамен 1,5 қасықтай тұз қосамыз. Тұз дәміне қарай бұрыш қосамыз қазір. Осылайынан дәміне қарай. Кейбіреулері ашты жақсы көреді, кейбіреулері ашыны қатты ұната бермейді. Осылайынан қуырдақ қуырғандай қуырып аламыз жақсылап.
ашып қазір міне оны недегі картошка суда тұрған жуып соломка қылып турап суға салып қойдым. Кейбір адамдардың асқазанына жақпайды картошканың крахмалы, сондықтан да суға крахмал шықсын деп суға салып қойған едім. Осылайынан суын төгіп, осылайынан жазып саламыз еттің үстіне. Сосын аздап су құямыз. Осылайынан. Енді бетін жабатырамыз. 10-15 минутқа піседі. Оған дейін біз нанымызды жаямыз. Екіге бөліп. Екіге осылайынан бөлеміз. Жайып біткенген ортасына ұнды көбірек салып, осылайынан орап, осылайынан жалпақ қылып кессек те болады. Негізі мен орташа қылып кестім. Әр адам әрқилы кеседі. Қатты жіңішкелеп кесудің қажет емес. Осылайынан кесіп шығамыз. Осылайынан оржаларын жазамыз. Қазір мен шәйнекке суды қайнатып қоямын. Қазір осы кеспен салғаннан кейін бетінен кішкене суды асырып құямыз, қайнаған суды. Осылайынан тақтайға салып аламыз. Міне пісіп жатыр. Аяққа кетті ғой, тілім ойнамайды. Аяққа кеттім. Енді осы картошкамызды араластырамыз. Қазір бетіне жаңағы кеспеміз салатын боламыз, осылайынан араластырып алғаннан кейін. Міне осылайынан кеспеміз саламыз, араларын ашып-ашып. Осылайынан салдық. Енді қайнаған суымызды құямыз қазір. Міне осылайынан шетінен. Осылайынан шетінен құямыз. Су бетінен асу керек. Кішкене қатты көп су құймаймыз. Бетін жауып 15 минуттай пісіріп аламыз.
Міне өте дәмді болып пісті. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Өте керемет болып шыққан дәмді тағамның рецебі. Астына жазып өтемін. Өте дәмді. Істеп көрсеңіздер болады. Қош, сау болыңыздар. Келесі видео шыққанша.